9-дан кетіп колледжге түсейін деп жатсаң, онда тоқтат. Өйткені бұл сенің өміріңдегі ең қате шешім болуы мүмкін. Мен 9 сыныптан кеткем, ал менің қасымдағы құрбым 11 сыныпқа қалған болатын. Давайте екеуміздің мнениямызбен қайсы сендерге выгодно екенін анықтайық. Қазір бірнеше факт айтатын боламыз, енді шешім өздеріңде. Қай жаққа түсіп, қай жақтан түспейтіндеріңді өздерің енді шешесіңдер. 9 сыныпқа мен кеткеніме өкінбеймін, қуаныштымын, өйткені ерте жасымнан бастап дамып, уже ақша тауып басатын десем болады. Бірақ та 11 сыныпқа негізі қалар едім, потому что 11 сыныптың енді 2 жылдай бала болған мүмкіндігім болады. И то сен қанша жыл бойы оқыған одноклассниктармен бірге, бітіру кешінде, параллель класстармен бірге қосылып, кәдімгідей нағыз 11 сыныпты бітіру дейді ғой, бітіру кеші деген сияқты вайбтың бәрін сезесің да, вот соған жамандай қызығамын. Мен керісінше 11 сыныпқа қалғаныма өкінбеймін, яғни сол 15 жасар қыздың тәуекелге беріліп, мысалы ұбт-дан қорықпай, тағы да басқа көптеген нәрселерден қорықпай, мен негізі тәуекел етіп 11 сыныпқа қалғаныма өте қатты қуаныштымын. Сыныпқа түсе алмаймын деп қорықсаңдар, ол уайымдайтынның түк қажеті жоқ, себебі ата-ана әр өзінің баласы жаман жолға түссін демейді, немесе жаман болсын деп айтпайды. Сендерді платный болсын оқытады, яғни сол үшін барлық мүмкін нәрселердің барлығын жасайды. Сол үшін қорқудың түк қажеті жоқ. Платныйға түссең де ол ұбт деген өмірдің соңы емес. Өмірдің соңы емес. Өмір әрі қарай жалғасады. Өмірде ұбт-дан басқа да көптеген үлкен маңызды нәрселер бар. Ең алдымен ұбт-ға дайындаламын деп көптеген денсаулығын құртып алған адамдар бар. Стресске түсіп, тағы сондай көптеген нәрселер бар. Сол үшін қатты ондайға мән берудің қажеті жоқ. Егер де ол бұйырып тұрса, грант бұйырады. Бұйырмаса, бұйырмайды. Ол Құдайдың жазғаны. Бірақ та 9-дан кетіп колледж оқығандарға өнерге түсуге, грантқа түсуге намного оңайырақ болады.